жатыр анық той. Алғашқы рет көріп тұрсың сен оны, нағыз қазақ осы міне танып қой. Алғашқы рет көріп тұрсың сен оны, нағыз қазақ осы міне танып қой. Сәйгүлікті құйрық жалы таралған, сүйетұғын қазақ осы қараңдар. Қазақ осы күй шығарып ән салып, көкпар тартып қыз қууға жаралған. Қазақ осы күй шығарып ән салып, көкпар тартып қыз қууға жаралған. Қазақ осы ашық жарқын қабағы, қонақ келсе шабылып бір қалады. Байқада тұр саған да ол кетерде, ат мінгізіп жібек шапан жабады. Байқада тұр саған да ол кетерде, ат мінгізіп жібек шапан жабады. Әже, ата, Мейжан жайын деп жүрген сияқты. Ай, әжесі, осы немереміздің жүргісі келіп талпынып жүрген сияқты. Осының тұсауын кестіретін уақыт болып қалған жоқ па? Осы? Иә, атасы. Мен де осының жүрейін деп жүргенін байқап, тұсау кестірер кезден келгенін біліп жүрмін. Салтымыз, дәстүріміз, жоралғымыз дегендей. Әй, Керімжан. Ау ене. Үлкен енелеріңе хабар бер. Жарайды, онда мен барлығын шақырып келейін енелерін. Ал әжелер, мына біздің Мейіржанымыздың тұсауын кесер кез келген екен. Тұсауын кесуге өз ойларыңызды айта тұрыңыздар. Құтты болсын, әй, ол жақсы жаңалық қой, ә. Оң болсын. Жақсы жаңалық екен. Құтты болсын. Тұсау кесу салт дәстүрлеріміздің ішіндегі ең бір көрнектісінің бір ғой. Иә, дұрыс айтасыз. Кез келген адамға кестіре беруге болмайды. Иә. Қазақта белі бүгілген кісіге, жайбасар кісіге, денсаулығы нашар кісіге, үлкен кісіге, әрі тұрмысқа шықпаған қызға тұсау кестірмеген. Ол да жөн ғой. Қыз баланың тұсауын бесіктер беткен, өз ісіне пысық, келіндерге кестірген. Соның жолын берсін деген ғой. Иә. Ал ер балдардың тұсауын күш қуаты бойында, ел алдында қызметте жүрген ер азаматтарға кестірген. Дұрыс. Ол да бір қазағымның жақсы дәстүрі ғой. Дұрыс, иә. Ай, тұсау кесер деген мына баланың туған жерге деген алғашқы қадамы, алғашқы белбелесі ғой. Тұсау кесер деген дәстүр қазақта өзі бір әдемі дәстүр. Қазақтың қай дәстүрі де өзі бір әдемі ғой, жақсы ғой. Құтты болсын, тұсауын кестіріп. Оң болсын, тұсауды жақсы адамға кестіру керек. Онда олай болса мен барып, қайшым мен ала жібімді алып келейін. Әй, Келінжан, баланың тұсауын қайшымен емес пышақпен кескен. Қайшыда 200 бар. Бала жолы қайшыланып қалмасын деп пышақпен кескен. Дұрыс. Иә. Ал енді кімге кестірмек ниеттеріңіз бар? Ал абысын, кімге дерің бар ма? Осы ауылға Әділбек Ниязымбетов келе жатыр екен. Бүгін осы үйге де атбасын тіремей өтпес. Сол балаға тұсауын кестіргелі отырмын. Сол сияқты жақсы үлкен туыстар азамат болсын деген ниетім бар. Елдің алдында жүрген азаматқа кестірген абырой ғой. Иә. Дұрыс екен. Құтты болсын, ай. Аумин. Әже, Алақай, Әділбек ағаңыз келеді. Алақай. Қазақ осы ашық жарқын қабағы, қонақ келсе шабылып бір қалады. Байқада тұр саған да ол кетерде, ат мінгізіп жібек шапан жабады. Байқада тұр саған да ол кетерде, ат мінгізіп жібек шапан жабады. Аулелің аман ба? Жақсымыз, аманбыз. Елдің аман ба? Жақсы жеттің ба айналайын? Иә, жақсы жеттік. Қызды ақтан алып отырмын. Рахмет. Рахмет, осындай құштар қарсы алғансыздар. Еліміздің абыройын көтеріп жүрген жігіттерсіңдер, айналайындар. Қадамдарың құтты болсын. Айналайын, Әділбекжан, өзің келеді деп, осы ауылға атбасын тірейді деп, қуанып отырған жайымыз бар. Қазақта қонақ кәде деген болады. Өзіңе мына кішкентай немеремнің тұсауын кесіп бере ма деп ниет етіп отырмын. Қалай қарайсың, балам? Әрине, бір келгесін. Өзің сияқты туыстар ел азаматы болсын деп ниет етіп отырмыз. Дұрыс. Ақтан алды. Ел алдында жүрген азаматтарға кестірген
жақсылығын ғой. Сенің жолыңды берсін. Сендей чемпион азамат. Өздеріңіз қалайсыздар? Жақсыздар ма? Денсаулықтарыңыз жақсы ма? Қуанып жатырмыз. Балдар қалай? Аман ба? Аман. Спортқа қатысып жүрген балдар ма? Бәрі. Қуанып жиналған өзің атбасар азаматтар, жақсы азаматтар болсын деп ниет етіп отырмыз. Мына бала әділдік келе жатыр деп жаңа жүріп батқан осы Алда келін баламыздың тұсауын кестірейік. Ақ жолыңда кел жоралғысын жасаңдар. Алдан мен алып отырмын, ақтан алып отырмын. Болашақ чемпион ба? Болашақ чемпион, иә. Ағалар, қош келдіңіздер. Неге қазағымыздың керемет салт дәстүрі бойынша ұлымыздың тұсауын кесетін боламыз. Ендеше Әділбек аға, алдымен ұлымызға деген бір ауыз тілегіңіз болса. Ержан, енді біріншіден Алла тағала берген осы денсаулығы мықты болсын, өмір жасы ұзақ болсын, әке-шешесін, отбасын, осы бүкіл қазақ елін қуантатын үлкен азамат болып өссін. Чемпион болсын. Тек Алла тағала тіл көзін сақтап, баламызды аман қылсын деп. Уақыты берекелі болсын деп қоқ шекпен. Жасы шөптей жайқалып, тамырын тереңге жайсын, болашағы жарқын болсын деп жасы шөппен. Ең бастысы, өмірдің ақ пен қарасына дайын болсын. Біреудің ала жібін аттамайтын адал жолда азамат болсын. Қайтпас қайсар болсын деп ала жіппен кеседі екен. Ал ағасы өзің бір дәстүр бойынша ала жіпті кез келген адамға байлатпайды. Әжелеріміз баламызға байлай қойсын ала жібімізді, содан соң ағамыз тұсауын кесетін болады. Бісміллә. Балама бісміллә. Я бісміллә. Адалдың тоғын ұстаған үлкен азамат болғайсың. Жолың ақ болсын, қадамың құтты болсын. Қаз балам, қадам бастан мәз болам. Күрмеуіңді шешейін, тұсауыңды кесейін деп, бісмілләх деп, балапанымыздың тұсауын кесейік. Қазақ емес, нағыз қазақ домбыра демекші. Құрманғазы адамыз секілді күйші болсын, домбырашы болсын деген ниетпен. Мінекей дәрігер құралын қойған болатынбыз. Білікті дәрігер болсын деген ниетпен. Көріп тұрғандарыңыздай кітапты қойған болатынбыз. Болашақта білімді, оқымысты азамат болсын деп. Спорт қолғабын қойған болатынбыз. Әділбек ағасы сияқты еліміздің туын көкке желбіретіп, әнұранымызды асқақтатып, әлемдік додаларда топ жарып, еліміздің намысын қорғайтын азаматтардың қатарынан болсын деп. Ал ұлымыз қайсы салар екен? Бірге куә болайық. Бөбегім шын көңілмен, тілегім бұл өмірде, тұсалмасын қадамың сенің. Тай-тай балапаным қас-қас, ботақаным байқап, қадамыңды бас. Айналайын тай-тай балапаным қас-қас, ботақаным байқап, қадамыңды бас. Ұлымыздың тұсауы кесілді. Әділбек ағасы секілді елімізге белгілі чемпион болсын. Ал ауылымыздың абыройлы ақсақалысыз. Баламызға батаңызды беріңіз. Өздеріңіз сияқты абыройлы азамат болсын, үлкен ақсақал болсын. Ал қадамың құтты болсын, арманың асыл болсын, мұратың биік болсын, бұл көтерер алаштың азаматы болғайсың.
өзіңізге бір азғантай сіздер басымыз бар еді. Қанатжан,